Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бүгін асати компотын жабатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бисмиллах деп бастайық. Бірінші осындай шие, өрік, алмаларымызды ыдысымызға салып, жақсылап 3-4 қайтара жуып алатын боламыз. Одан кейін банкаларымызды дайындап жуып, оны да стерилизат етіп, таза банкының үстінен дайындап қойғанмен банкаларымды барлығын осылайынан дайындап алып, үстінен жаңағы жеміс жидектерімізді салатын боламыз. Шиемізді саламыз, одан үстінен өрігімізді, алмамызды барлығын салып шығатын боламыз рет-ретімен. Осылайынан бүкілін салып шығатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Менде пайдалы, өте оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Одан кейін өрігімізді салдым, оның үстінен осылай бүтін-бүтіндей қылып алмаларымызды салып шығатын боламыз. Барлығын осылай бірдей қылып салып дайындап алатын боламыз. Мінекей менде барлығын салып, үстінен су құя берсеңіздер болады. Енді дайындап алғаннан кейін осылайынан қойып қойдым да, арасында суымызды жақсылап кастрюлькаға салып қайнатып алатын боламыз. Осы суымыз қайнаған кезде банкаларымыздың үстінен құйып шығатын боламыз. Полный водолазка тәріздес қылып, бұны мойнымен бірдей қылып, суларын құятын боламыз. Осылайынан құйып, және 30 минутқа жіберетін боламыз. 30 минуттан кейін қайтадан суын алып, ыдысымызға құйып, қайнатып алатын боламыз. Және ыдысымызға құйдым. Дәл осы кастролда менде 3 литрлік банкіден 5 шығатын болады. Осылайынан барлығын құйып, қайтадан бір қайнатып жіберетін боламыз. 30 минуттан барлығын осылайынан құйып шығатын боламыз. Осылай құйып, және екінші рет құйған суымызды және бір қайнатып жіберетін боламыз. Осы суымыз қайнағаннан кейін және үстінен құйып жауып тастайтын боламыз. Осы арада мен осындай бокалмен, 300 граммдық бокалмен 3 литрға барлығына бірдей қылып салып шығатын боламыз. 2 литрлік банкіге 200 грамм, 3 литрлік банкіге 300 граммнан салсаңыздар, өте дәмді шығады. Осылайынан барлығын салып, дайын қайнап тұрған суымызды үстінен құйып, барлығына құйып шығамыз да, крышкаларымызды ыстық суға бір салып алып, беттерінен жауып, банкымызды жауып шығатын боламыз. Бұрап шығатын боламыз. Мінекей барлығын осылайынан құйып алып, крышкасын жауып, осылай жақсылап бұрайтын боламыз. Осылайынан барлығын жауып алып, банкымызды шекерін сәл ерігенше осылайынан домалатып аласыздар. Осымен менің банкаларымның барлығын жауып біттім. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Қыстың күні балдарыңызды беріп қуантсаңыздар, өте керемет, әрі тәбет ашады қыстың күні. Ал бізге ас болсын, сіздерде дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.